кезінде Қазақстанда жүргенде соттан сот, қуғындаудан қуғындау, жаладан жала, өсектен өсек, кембіден кембі, полицейден полиция, судьядан судья қуғындалып, бара жер басар тауымыз қалмап еді. Міне мынау айдаладағы атасы басқа иті қара қасқа америкалықтар бізді деген тура бір екі туып бір қалғандай көріп ес шығып жүр. Әрине біз бұл жерде кім жақсы көрсе сол жерге кеткеніміз жоқпыз. Қазақты да кінәламаймыз. Қаншама халқымыз біз үшін басын бәйгеге тігіп, қамалсаттан қорықпай, ақшасымен сотымызға қатынасып, бәленбаймен километр жол басып сөйтті. Мәселе қазақ халқында кінә жоқ, сол қазақты аздырып, тоздырып, үркітіп, қорқытып, мәудеуден үрейленетін анжақ жасы қорқақ қылып отырған мына ұрғары үстем тап, үстем топ қарақшыларда, мына іріп шіріген қарақшыларда мәселе. Алтындай қалқыма айтар асықтай өкпем жоқ. Тырнақтан кіріздеп тұрған жоқпын, қалқым аман болсын. Сол қалқымды аздырып, тоздырып, алтын таудың үстінде аш-жалаңаш ұстап отырған дінге, топқа, жерге, руға бөліп, жіктеп, бірімен бір ала көз ашты бақа қылып отырған мына ұрғары қарақшы тексіз құлғытанның тұқымдарына ғана айтар сөзіміз бұл. Алтын халқым, қазағым аман болсын. Біздің мақсат Қытайдағы қазақ мәселесін әлемге жеткізу, Қазақтағы Қытай мәселесін әлемге жеткізу. Біз мынау Қазақстандағы 55 Қытай зауытын міне ресми түрде құжарат ретінде көрсеттік. Біз Қытайдың тауарларына Американың, Еуропаның санкциясы салынып жатқанын бәріңіз білесіздер. Енді соны Қытай өзінің тауарын Made in Kazakhstan деп, Қазақстанда жасалған тауар деп шетелге шығармақшы деген ойымызды айтқанда батыстықтар талып қалды орнында. Енді олар сол Қазақстандағы Қытайдың 55 зауытына санкция салу мәселесін көтерді. Ал міне. Қазақстандағы Қытайдың зауыттарына, солардың тауарларына санкция салу. Тіпті біздің ең соңғы мақсатымыз бүкіл Қытайдың тауарына санкция салу мәселесі. Осыны ұйымдасып отырып, міне біз кіргізетін жеріне кіргіздік. Яғни Қазақстандағы 55 Қытайдың зауытының күлін көк ұшырып жіберуіміз мүмкін. Түйені жел ұшырса, ешкіні аспаннан көресің деген қазақ. Ал Қытайның өзі қазір санкциядан сансырап, экономикалық қыспақтан не істерін білмей, бара жер басар тауы қалмай, батысқа қарап біресе жалтақтап, біресе қоқиланып айбар шегіп, бөрарығын білдірмес, сыртқа жүнін қампайтар деп, біресе жаңағы жалынып, жалпайып, әке көкетіп, Қытайдың өзі не қыларын білмей жатқанда, Қазақстанның міне тым Қытайшыл болып, Қытайдың көлен-көл өкімет болып, Қытайдың сызған-сызғымен жүріп, нүкте қойса тоқтап, дөңгелек сызса шырайын алып кеткен сорлы қазақтың мынау ұры қорқақ, жаңағы жағымпаз екі жүзді, Құдайға да жағып, сайтанға да жақсы келетін мұнафиқ жүйесіне біз өстіп соққы бергелі жатырмыз. Қытайдың 55 зауытын кіргізсін, сол 55 зауытпен қосып күлін көк ұшырып тасталқанын шығарамыз. Міне ол Американың қолында. Білесіздер, Американың бір елеусіз құрттай компаниясы Қазақстанда қыспақ көріп еді, сотқа бергенде қалай жет әкесін танытты, әкесін танытып, мамалатып, жаңағы жіберді, шамасын қандай екенін сол кезде көрді. Жай ғана бір қаржылық дау. Білесіздер, анау миллиардтағандарды бір-ақ күнде бұғаттатып мәселені шешкесін барды. Міне ақиқатты орнатты. Ал енді сол 55 зауытты кіргізді. Алысатының Америка ма? Ал енді. Алысатының Америка болса көр. Өлетін қарға бүркітпен алысады. Міне, өлетін қарға бүркітпен алсын, жет әкесін танытады міне. Ендеше біздің айтатын жаңалығымыз өте көп. Анаумен кезіктік, мынаумен жүздестік, ойбайда әңгімелеспейміз. Бұл Вашингтон деген жерде керек десең ең лауазымды тұлғалармен де кезігу, ең ұзақ десе бір ай күтеді екенсің, ең кереметтің өзіне. Тіпті сол депутат, конгресс, сенаторлардың өзімен де кездесем десең, арнайы ашық сағаттары бар екен. Сол күні бұрын жазылып, бір-екі аптада кезігетін жер екенсің. Бірақ енді қымбатшылық жер, үй қымбат, жал қымбат. Енді оны да ақырын-ақырын асықпай шеше жатармыз. Жалпы біздің жаңалығымыз өте көп, бірақ мен жариялауға тиістілерін жарияладым. Ендігі алдағы уақытта біздің істейтін дүниеміз тағы көп болып тұр. Біздің бүкіл ақпараттарымыз бұл жақтың қолына жетіп болған. Баяғыда біз мен
тұтқындайтыннан бір күн бұрын ба естеріңізде ме мен лекция жарияладым, ал біздің ақпараттар тығылатын жерге тығылды, Еуропа мен Америкаға жетті, енді компьютерімізді ұрдайсың ба, тәркілейсің ба, білгендеріңді істеңдер, аккаунтымызды жабасың ба, білгендеріңді істеңдер деген күннің ертесі мені тұтқындап еді ғой. Сол сияқты одан кейінгі де қаншама ақпаратымыз ашық және жасырын ақпаратымызда міне жеткізіліп болды баратын жеріне. Оны былтырғысында Еуропарламентке бердік, одан кейін де тағы жібердік, әзір де бар. Ютубыңның өзі өшіріп алып 3 күннен кейін әкетай көкетай деп отырып қалпына келтірді. Бүкіл дүние жүзінің 300 медиасы жазды. Ағылшынша, французша, немісше, испанша, итальянша, еврейше, тайландша, арабша, түрікше. Жер жүзінде жазбағанда қалмады. Міне бүкіл әлемдегі магнат болып отырған IT мамандары хабарласты. Албаты мен өмірі естімеген RI деген, Odyssey деген платформа миллион адам арыз жазса да сақтап берем деп каналымыздың 2 каналдың көшірмесін сақ еткізіп жасап берді. Қазір біздің 2 каналдың көшірмесінде Odyssey деген платформада тұр. Ол YouTube сияқты параллель платформа. RI дегенде тұр. Автоматты міне қазір менің осы лекциям сөйленіп болып, бір мөлшермен жарым сағат қалмай ана платформада сақталады. Оны да көруіңізге болады. Мен керек десеңіз, соның сілтемесін Facebook'та саламын. Атажұрт Қазақ Human Rights Серікжан Біләш, не кирилл жазумен нағыз Атажұртта саламын. Міне. Ал білесіздер, міне дүние жүзі қолдап отыр. Қытайшылдар арыз жазып, Қытайдың интернет армиясы каналымызды жаптырып, блоктады. Осы дейін ештеңе жариялай алмайтын, шыға алмайтын қылып тастап еді. Солары керісінше пайдалы болып, қайырлы болып, міне сол қайырлы болғанның арқасы каналымыздың копиясы жасалды. Бүкіл әлемдік медиаға шықтық. Енді міне Құдай дес беріп, бақ беріп, міне әлемдік үлкен саясаттың ортасында міне бүкіл қазақтың тақырыбын көтеріп. Сондықтан мен бұдан бұрында бірнеше мәрте ескерту жасадым. Біздің жауымыз Қытай. Қытай болғанда бүкіл Қытай емес, Қытай коммунистік партиясы. Сол қазақты езбесе, тиіспесе, біз оларға да қақымыз жоқ еді. Қазаққа тиісті, енді қазақ жетекесін танытады. Неге? Біз кеше көшпенді ғұнның тұқымымыз, біз кеше көшпенді сақтың, үйсіннің тұқымымыз, біз қыпшақпыз, біз кеше жер әлемге империямызды орнатқан алтын ордамыз, біз бүкіл Үндістанды жаулап алған Бабырмыз, біз түрікпіз, бүкіл жер әлем Еуразияға өркениетті орнатқан, таратқан. Біз ғұнбыз, біз сақпыз, біз массагетпіз, біз скифпіз. Ал міне, ал керек десең сол пирамидаңды да біз орнатқанбыз. Ал осындай жауынгер, осындай жаңағы өзін бүкіл жер әлемнен бөлек тұрмыс салды, көшпенді өмірі, көшпенді өркениет сақтаған бізге шағылып көрсін. Бізден қорыққан үшін қорған соң таутас шағылып кеткен халық. Ол біздің қанымыздағы ата-бабадан қалған. Ол біздің қанымыздағы ата-бабадан қалған. Сол малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейтін рухты олар ешқашан жоғалта алмайды. Міне тиісті жетекесін таныттық. Жетекесін таныттық. Біз әлі танытамыз. Біз сол жерде қазақтың кім екендігін әлемге таныттық. Міне біз Қытайға таныттық. Қытайның өзі міне қазақтарды босатуға мәжбүр болды. Ал ендігі де тоқтамаса, біз одан арман танытамыз. Бізге тек қана қазақты тұтас басып бүтін босату керек. Ал оларға соққы беретіннің басқа да тәсілдерін осы жерге тауып жатырмыз.